Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жұлдыз. Бүгін мен сіздермен жасалу жолы оңай алмалы бәліштің рецептімен бөліспекшімін. Ал сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ингредиенттердің толық тізімін видеоның астынан көре аласыздар. Бәлішті жасайтын қалыптың ішіне пергамент қағазын төсеп, оны майлаймыз. Алмаларды жұқа бөліктерге бөліп тураймыз және оларды қалыптың ішіне тізіп шығамыз. Бірнеше қатар етіп тізсеңіз де болады. Алманың үстінен 3-4 қасық қант себеміз. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқаларды жарып саламыз. Тұз қосамыз. Үстінен қант саламыз. Ванилин қосамыз. Миксермен 10-15 минуттай масса қоюланып, екі есе ұлғайғанша араластырамыз. Үстінен қаймақ қосамыз. Ұнның жартысын саламыз. Қопсытқыш қосамыз. Осыны ақырындап массаға араластырамыз. Ұнның қалғанын саламыз және араластырамыз. Масса біркелкі болу үшін миксердің төменгі жылдамдығында 1-2 минуттай араластырамыз. Осы массаны қалыпқа салып дайындап қойған алмамыздың үстіне құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Бәліштің дайын болғанын ағаш таяқшаны салып тексереміз. Ағаш таяқша құрғақ болу керек. Мінекей бәлішіміз дайын болды. Бәлішті қалыпта тұрған күйінде бөлме температурасында суытамыз. Енді осы бәлішті төңкереміз. Алмалар үстіне қарап тұру керек. Видео ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып кетуіңізді өтінеміз. Келесі видеоларда кездескенше.